Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өзіміздің сүйіп жейтін, өте дәмді, ыстық күйде дастарханға қойылатын сүйікті пирогымыз, яғни етті бәліш, мясной пирогтың рецептін сіздермен бөлісетін боламын. Дәмі деген өте керемет. Ал менімен бірге болыңыздар. Жұмыртқамызға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз, қамырын дайындауға кірісеміз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Қанша граммнан барлығы описание бөлімінде жазылған. Араластыра отырып, үстіне бөлме температурасындағы суымызды құямыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Осылай бірінші венчиктің көмегімен араластыра отырып, кейін қолмен ақырындап қамыр жасаймыз. Мінекей осындай қатты емес, қатты сұйық емес, осындай қамыр шығады. Жып жұмсақ. Елеп болғаннан кейін бетін жауып, үйін қандырып қоямыз. Ал ол қамыр дайын болғанға дейін начинкасына кірісеміз. Дайын алдын ала фарш пен пиязды қуырып алдым. Оған 2-3 дана картопты кубиктап турап саламыз. Дәміне қарай бұрыш, тұзын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл пирог енді сөз жоқ, керемет. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Енді қамырымыздың үйі қанғаннан кейін 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкенірек, екіншісін кішірек қылып бөлеміз. Қамырымызды жайып бастаймыз. Мінекей, қамырымыз дайын. Енді оқтаудың көмегімен дайын формамызға пергамент қағазын төсеп, осылай қамырымызды орналастырып шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Дайын қамырымыздың үстіне салмаларымызды саламыз. Дәмі сочный болу үшін мен осылай сары май қосамын. Сары май қосып болғаннан кейін беткі қабатын жаямыз. Қамырымызды орналастырып, жан жағындағы артық қамырларды ас бөлме қайшысымен кесіп тастаймыз. Және осылай сәндеп көрсеңіздер болады. Маған осылай өрген ұнайды. Және ортасын тесіп қоюды ұмытпаңыздар, ауа кіріп, тез пісуіне әсер етеді. Мінекей, артылған қамырды тастамаймыз. Осылай плунжердің көмегімен гүл тәріздес формалар жасаймыз оформленияға. Жұмыртқамыздың тек сарысын жағып, үстіне кунжут сеуіп, 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз енді керемет, сөз жоқ, дәмі деген керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, ал ас болсын.